Қамырын бірден дайындап жасайтын керемет самсаның жасау әдісін көрсететін боламын. Осындай үгітілмелі және де тез дайындалатын ерекше самсаның жасау жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар. Ең алдымен ұнын дайындайтын боламыз. Ұнымызға бізге осындай жылы су керек болады. Және де үстіне осындай бір шай қасық ұнды және де осындай шай қасық кішкене ғана дрожж саламыз. Жақсы барлығын араластырып, қамырымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене жұмсақтау болу керек. Мен кішкентай ғана жасап көріп жатырмын. Если сіздерге көп мөлшерде керек болатын болса, көптеу қылып жасасаңыздар болады. Еттің қамыры сияқты осылай қамырымызды илеп аламыз, алдын ала дайындап, одан кейін осылай селофанға салып қоямыз. Енді кезекте ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына бізде фарш және де картоп, жуас қостым, бұрыш, дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Мен мына жерде картоптың жүркіден өткізіп жібердім, езіліп пісу үшін. Енді кезекте қамырымыздың еттің қамыры сияқты қылып жаятын боламыз. Жақсылап барлығын жайып аламыз. Қамырымыз бізде жұп-жұқа қамыр болу керек, яғни астындағы сурет көрінетіндей осындай жұп-жұқа болу керек. Енді кезекте сары майымызды осылай ертіп алып, үстіне барлығын жағып шығатын боламыз. Міне дәл осылай үстіне барлығын жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін қамырымызды ұзынша етіп, сияқты осылай ұзынша етіп кесіріп шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Осылай барлығын кесіріп аламыз. Міне осы мезетте бізде сары майны осылай кеуіп тесін көту керек. Міне барлығын кесіп болғаннан кейін дәл осының шетіне мына начинкамыздың үстіне осылай саламыз. Шетіне саласыздар. Және де дәл видеодағыдай осылай міне қиғаш етіп, үшбұрыш тәрізді етіп, қамырымызды созып отырып, осылай орап шығатын боламыз. Қамырымызды тартып, созып отырамыз. Сол кезде бізде бірнеше қабат пайда болады. Сол кезде бізде піскенде күшті үгітілмелі болып піседі. Міне ұзынша етіп, осылай бәрін тартып жасайсыздар. Шамай келгенше осылай үшбұрышты етіп, формасын шығаруға тырысасыздар, кейде шықпай қалады. Міне осылай барлығын түгел жасап шығасыздар. Жасау жолы өте ерекше, дәмі деген өте керемет болып шығады. Одан үстіне осылай жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңыз бойынша күнжіт, мак осылай сепсеңіздер болады. 180 градус температурада 35-40 минуттай пісіріп аласыздар. Міне достар, осылай болып піседі. Жасау жолы өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды.